Бай болуыңызға ақшаның келуіне не кедергі? Егер сізден төмендегідей ой мен сөздер шығатын болса, онда мынаны ескеріңіз. Сіз өзіңізге ақша тарта алмайсыз. Тіпті сізге ақша келгеннің өзінде оны ұстап қала алмайсыз. Сондықтан сөзімізге фильтр қойып, не айтқанымызды бақылайық. Комментарийға былай деп жаза кетіңіз: мен бай болуға лайықтымын деп. Төмендегі сөздер осылай: бұл өте қымбат, мен мұны ешқашан ала алмаймын деп ешқашан айтпаңыз. Мұны алуға мүмкіндігім жоқ. Ары тартсам да, бері тартсам да жетпейді. Ақша қолдың кірі, көп ақшаны адал жолмен таба алмайсың деген сияқты осындай сөздерді айту арқылы біз өзіміздің ақша потогымызға блок қояды екенбіз. Бұл сөздерді айтып атқан сөздерімді, менің сөздерімді құлақ асып тыңдап, ешқашан айтушы болмаңыздар. Ары қарай жалғастырамын. Көп ақшаны адал жолмен таба алмайсың. Мұндай нәрселерді алу үшін бай болып туылу керек. Біздің пешенемізге бай болу жазбаған. Жұрттардың баспанасы бар, ал бізде жоқ деген сияқты түрлі негативный ақша туралы ойларды айтудан сақтаныңыздар. Келесі видеода қандай темада, тақырыпта шығарғанды қалайсыз? Төменге комментарийға жаза кетіңіз. Сау болыңыздар, бай болыңыздар, қуатты болыңыздар.